Сәлем достар, бүгін сіздермен қазанда пісірілетін өте жұмсақ және дәмді нанның рецептісімен бөлісемін. Ол үшін жылы сүтке жылы су, сары май, тұз, қант, ашытқы қосып араластырып, үстіне ұн қосып жұмсақ қамыр илейміз және бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашығаннан кейін ұсақ бөлшектерге бөліп, зуалы жасап, бетін сүлгімен жауып көтерілгенше тындырып қоямыз. Содан соң нандарымызды жайып, ортасын тесіп, бетін жауып 5-10 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Нандарымыз көтерілгеннен кейін қызып тұрған қазанға нанның асты жағына жұмыртқаның ағын жағып, бетін жауып 20 минутқа қоямыз. 20 минут өткеннен кейін қазанды төңкеріп, нанның беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің нандарымыз дайын. Ас болсын, жасап көріңіздер.